бес бизнес саған бастауға болмайтын. Бірінші ол елде жоқ бизнес. Қытайдан немесе шетелден көріп келіп, менің елімде жоқ, менің қаламда жоқ, мен бірінші болып ашамын деген ойың қате. Өйткені ол зерттелмеген, халықтың сұранысына ие бола ала ма, бола алмай ма. Екінші, ол тез байып кететін бизнес ашу, ол да қате. Себебі олардың барлығы заңсыз. Басы тәтті болғанмен ізі ащы болады. Үшінші, ол сенің өзің жасап көрмеген, зеріктемей, рисковать етпей, оған инвестор тарту. Инвесторларды құр ғана тартып алып, ол жерден табыс түспесе, инвесторлардың қысымына ұшырайсың. Төртінші, ол сетевой маркетинг. Адам тартасыз, оқуын оқисыз, обученияларын аласыз. Сөйтіп жүргенде уақытыңыз кетіп қалады. Сетевой маркетингте тек қана үстіңізде отырған лидерлер ғана көп ақша табады. Ал сіз қанша адам тартсаңыз да сізді өсірмейді. Бесінші, ол продуктовый магазин ашу. Мыналарға дайын бол. Сіз просрочкамен күресесің, выходной жұмыс істейсің, кредитке шомылып шығасың, реттейсің. Продуктовый магазин сенің бүкіл энергияңды талап етеді. Осы 5 бизнестің түрін біреуін бастасаң, алға. Ал мен Каспи маркетплейсінде үйден шықпай, бір ғана товарды Қытайдан алдырып, жүктеп қойып, айына 40 штугын сата отырып, табыстап отырмын. Сені де соған үйретемін. Егерде саған осы қызық болатын болса, мен сенің қолыңа бірақ схема беремін. Сол схема арқылы сен Қытайдан қалай товар алдырасың, қалай жүктейсің екі тәсілмен, қалай сатасың. Бір ай сопровождениемен өзім жетектеймін.